Білесіз бе, бұл қыз аспаз болып жұмыс істейді, бірақ 8 жыл бойы тамақ та су да ішпеген. Бұл Ұлыбританиялық Лоретта Хармс, жасы 25-те. Ол фигурасын сақтау үшін диета ұстап жүрген жоқ. Лоретта 18 жасында өте сирек кездесетін Эйлерс-Данлос синдромы дертіне шалдығып, осы қадамға баруға мәжбүр болыпты. Аталмыш дерттің салдары өте ауыр. Яғни тамақтанса, су ішсе, асқазанына барады, бірақ әрі қарай ешқайда бармайды, қорытылмайды. Сондықтан ішкен асы асқазанында шіріп, іші адам төзгісіз ауырады екен. Лоретта тірі қалу үшін ағзасына қажетті қорек, су және дәрумендерді қан тамырына егілген ине арқылы алуға мәжбүр. Қазіргі таңда оның асқазаны мен шектері толық істен шыққан десе болады. Бірақ бұған қарамастан Лоретта жергілікті мейрамханада шеф-аспаз болып істейді. Жасаған тағамдарының жақсы я жаман шыққанын иіскеп біледі екен. Лореттаның айтуынша, оның басты арманы тамақ жеу емес, өз аузымен су ішу екен. Алайда ол үшін бұл орындалмас арман. Себебі Эйлерс-Данлос синдромы айықпайтын дерт. Солай, көбісі видеоларымды қарайды, бірақ жазылмайды. Жазылып қойсаңыздаршы.